Сәлем баршаңызға. Бүгін таңғы асқа өте керемет болатын және оңай дайындалатын панкейкенің рецептімен бөлісетін боламын. Барлық қажетті заттарды видеоның астына қалдырып кетемін. Ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды қосып, жақсылап отырып араластырып аламыз. Одан кейін жылы сүтімізді қосып, тағы да жақсылап отырып араластырамыз. Мұнда қант жақсы еру керек. Одан кейін ұнымызды електен өткізіп, бірнеше бөлікке бөліп отырып, осылай ұнымызды қосып шығамыз. Мен бұл жерде қопсытқышты 1-ден 10-ға қосып жібердім. Осылай 2-3 бөлікке бөліп отырып, ұнымызды жақсылап отырып араластырып шығамыз. Мұнда түйіршіктері қалмау керек. Бір келкі қоймалжың масса пайда болу керек бізде. Ұнымызды араластырып болғаннан кейін үстіне ерітілген сары майымызды қосып, тағы да жақсылап отырып араластырамыз. Мінеки осындай қоймалжың бір келкі масса бізде дайын болды. Енді панкейкемізді шетінен пісіре берсек болады. Қызып тұрған табамызға қасықтың көмегімен осылай құйып шығамыз. Бұл жерде панкейкіміздің бетінде осындай тесіктері пайда болған кезде екінші бетіне аудара бастаймыз. Астыңғы бетіне қарағанда үстіңгі беті тезірек піседі. Осылай біртіндеп пісіріп ала бересіздер. Кішкене менде формасы дөңгелек болмады, сіздер асықпай дөңгелек етіп құйып отырып пісірсеңіздер болады. Мінеки осындай әдемі және дәмді болып шықты. Қазір сіздерге ортасын бөліп көрсетемін. Арасында кішкене қуыстары болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.